Сәлем қыздар, қайырлы күн. Бүгін біз нағыз қарағандылық салат, шахтерский салатын дайындайтын боламыз. Салаттың жасалуына басты 3 ингредиент қана кетеді. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Жасамаған болсаңыз, менімен бірге жасап көріңіз. Және де видеоның соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек ингредиенттер: 400 грамм сиыр еті, 350 грамм корнишон, 200 грамм консервіленген жасыл бұршақ және пияз қажет болады. Ең алдымен біз етімізді ұзынша етіп турап алып, үстіне 2 ас қасық соя соусын және 1 шай қасық ұсақталған тұзды қосамыз және де маринадқа 1 түнге қоямыз. Немесе 15 минутқа да қоюға болады, бірақ сіз ұзағырақ қойған сайын етіңіз тезірек піседі. Және де етті таңдағанда ешқандай шандыры жоқ және де пленкасы жоқ жерін таңдаймыз. Егер де пленкасы болса, алып тастаймыз. Мен етті маринадқа 1 түнге қойғандықтан менде етім 15 минутта пісіп шықты. Етімізді қуырып алдық, осындай әдемі болып қуырылды. Енді корнишондарды турауға кірісеміз. Мен кішкентай корнишондарды 2 бөлікке және үлкен корнишондарды 4 бөлікке бөліп турап алдым. Корнишондар дайын. Пияздың жартысын 2 бөлікке бөліп, барынша жіңішке етіп турап аламыз. Пиязды жартылай ғана турадым, осы жетеді. Енді бір шұңғыл ыдысқа барлық ингредиенттерді біріктіреміз. Енді үстіне 2 ас қасық соя соусын құямыз. Енді салатты жақсылап бір араластырып дәмін көріңіздер. Егер де тұзы жетпесе тұз қосыңыздар. Мен ешқандай тұзда бұрышта қосқан жоқпын. Өйткені еттің маринадында құрамында тұз болды және де пиязымыз бар, мына жерде корнишонымыз бар, олардың да дәмі ашты. Сондықтан да салатқа жақсы дәм беріп тұр. Мен үстіне құрғақ ас көк қостым. Және қатты қызып тұрған күнбағыс майын құйдым. Тағы бір жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің қарағандылық шахтерский салатымыз дайын. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ақниет. Сау болыңыздар.